Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мантының қамырын дұрыс жаюды, дұрыс илеуді және де осындай әдемі етіп бүгуді, сонымен қатар сочный болып шығатын дәмді құпия рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай қамыры жұп-жұқа және де осындай сочный болып піседі. Сондықтан видеоны өткізбей соңына дейін қарап, каналыма тіркелмесеңіз дәл қазір тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып салдым, үстіне бір шай қасық тұз салдым және де 200 грамм салқын су құйдым. Жақсылап тұрып араластырамыз және де араластырып болғаннан кейін електен алдын ала өткізіп қойған ұнымыздан салып, жақсылап тұрып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз кішкене қаттылау болуы қажет және де қамырды илеу барысында осы ыдыстағы жабысып қалған қамырдың барлығын жаңа осы видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырға біріктіріп алып, сосын үстелге қойып жақсылап жаңағыдай илейтін боласыз. Бетін жауып қоясыздар, 5 минуттан кейін тағы қайта илейсіздер. Сонда қамырдың июі қандып, осындай қамырыңыз жұмсақ, әдемі қамыр болып шығады. Сосын целлофан пакетімізге салып, холодильникке қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Тартылған етімізді үлкенірек ыдысымызға саламыз. Сосын сочный болу мақсатында осындай қойдың құйрық майынан қостым. Тұздалмаған қойдың құйрық майын өте майда етіп турап алдым. Қалауыңыз бойынша картоп салсаңыздар болады. Мен екі түрлі етіп жасадым. Біріне картоп салып, біріне картоп салмай жасадым. Сосын ұсақтап туралған осындай пиязыңызды саласыздар. Блендердің көмегімен де өткізіп алуға болады. Пияздың барлығын салып болғаннан кейін үстіне тұз салдым және де қара бұрыш салдым. Осы тұз бен қара бұрышты бөлек жоғарғы бетінде пиязбен араластырып алып, сосын осылай бір келкі масса жасап аласыздар. Бұл картошка салынған масса, екіншісі тек ет пен пияздан және де құйрық майды қосып осылай жасап алдым. Июі қанған қамырды енді ұн себе отырып жайып алатын боламыз. Ең алдымен ұн сеуіп, қолдың көмегімен дөңгелек пішін жасап аламыз. Яғни қолдың жұдырығымен аздап осылай басып алып, сосын видеода көріп тұрғандарыңыздай оқтаудың көмегімен ең алдымен осылай 4 жағын жайып шығасыздар. Ортасын баспайсыздар. Міне 3-ші жағын, енді соңғы 4-ші шетін жайып шықтым. Сосын ортаңғы бөлігін басып, осылай дөңгелек етіп қамыр жайып алатын боласыздар. Басапқы бөлігінде ұнды көбірек себе берсеңіздер болады. Қамырдың тез әрі оңай жайылуына әсер етеді. Сосын барып, соңғы бөлігінде, яғни үлкен бола бастаған кезде қамыр ұнды аздап себетін боласыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай алдымен салмақ салып тұрып басасыздар, өйткені қамыр кішілеу болып тұрады. Сосын ақырындап қамырыңыз үлкейе бастағаннан бастап, яғни үлкенірек форма бола бастағаннан кішкене қолдың ебімен күш салмай, екі шетінен баса отырып қамырды үлкен етіп жайып аласыздар. Қатты қолдың күшін салсаңыздар, қамыр бір-біріне жабысып қалады. Қатты қамыры болғандықтан бұл үлкейген кезде жабыса бермейді. Ара-арасында ғана ұн себе отырып жайсаңыздар болады. Егер жұмсақ қамыр болса, ол жабысып қалады. Сондықтан қамырды илеу барысында қаттылау етіп илеп, июін қандырып, жаңағыдай жасап алсаңыздар болады. Қамырдың шеті қалың болып қалмас үшін осылай қамырды біріктіресіздер де видеода көріп тұрғандарыңыздай ортасынан бастап жаясыздар. Сонда қамырларыңыздың жан жақтары, шеттері қалың болмайды. Аздап-аздап ұн себе отырып, қамырды осылай дөңгелек етіп жайып алғандарыңыз дұрыс. Сонымен қатар каналымның алға қарай дамып жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырып, осы видеода поделиться деген бөлім бар, соны басып, WhatsApp желісінде осы видеоны чаттарға, басқа группаларға бөлісіп қойыңызды сұраймын. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай қолдың ебімен жан-жағын шетін баса отырып, қамырды дөңгелек етіп жайып аласыздар. Егер қамырдың шеті қалың болып жатса, жаңағыдай екі бүктеп, солай 2-3 қайтара жайып алсаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай қамырым өте жұқа, әрі сап-сары болып, осындай әдемі болып жайылды. Қамырды жайып болғаннан кейін жұп-жұқа етіп жаясыздар. Содан соң ұн сеуіп, осы видеодағыдай оқтаудың көмегімен осындай форма жасап аласыздар. Яғни біз мантыны 4 бұрышты етіп, осы әдіспен кесетін боламыз. Осылай оқтаумен ары-бері осылай жасайтын болсаңыздар, қамырларыңызды
барлығын формасын түп-түзу етіп жасап аласыздар. Сосын пышақтың көмегімен бірдей форма етіп кесесіздер, төртбұрышты етіп. Ол жері видеоға көрмей қалыпты. Сондықтан төртбұрышты етіп кесіп алып, тура ортасынан бастайсыздар да видеодағыдай осылай бірін үстіне жайып шығасыздар. Жайып шығып, видеодағыдай барлығын бірдей етіп төртбұрышты формада кесіп алыңыздар. Барлығын кесіп алып, жеке дастарханға жайып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай жұқа, барлығы біркелкі төртбұрышты қамыр болып шығады. Ал шетінде қалған қамырды осылай құрастырып, төртбұрышты форма жасап, оғанда фаршты салып, жаңағыдай бүгуге, түйуге болады. Осы әдіспен барлығын жасып шығасыздар. Сосын жаңағы ет пен пияздан жасалған фаршымызды барлығына бірдей етіп, көз мөлшерімен салып шықтым. Содан соң барлығын қолдың көмегімен түйіп аласыздар. Қамырыңыз жұқа болса, тез, әдемі түйіледі, және де піскен кезде беті қатып қалмайды. Міне сіздерге тағы да жақыннан көрсетейін. Барлығының екі ұшын қарама-қайшы бір-біріне түйіп шығасыздар. Сонымен қатар каналымда қыс мезгіліне арналған өте дәмді салаттардың рецепті бар. Қайнатылмай жасалатын чертополох салатының, күздік салат, тұздалған қияр, түрлі сицебили, икра және де лечо салаттарының түрлерін менің каналымнан таба аласыздар. Толық жасалу рецептін описание бөліміне сілтемесін қалдыратын боламын. Осы әдіспен толықтай барлығын түйіп шығасыздар. Содан соң осы кезде жаңағы мантыварканың кастрөлінің астына су құйып, міндетті түрде қайнатып қоюларыңыз қажет. Сосын осындай листке үстін жаңағыдай маймен жағып шығасыздар. Асты жабыс қалмау үшін міндетті түрде солай жасағандарыңыз дұрыс. Сосын барлық мантілерді бір-біріне кішкене жақындау етіп орналастырып шығасыздар. Сонда піскен кезде жайылып кетпей, жаңағыдай біркелкі болып пісетін болады. Осылай кішкене бір-біріне жақындау етіп орналастырсаңыздар, піскен кезде де мантыңыз шашырап, жайылып кетпей, әдемі пісетін болады. Көріп тұрғандарыңыздай бетін майлап алдым. Жаңағы май жағатын щеткамен барлық листегі мантілерді майлап алдым. Енді қайнап тұрған ыстық суымызға осы мантываркаңызды қоясыз да 45 минут пісіретін боласыз. 45 минут өткеннен кейін мантілерді судан босатып, сосын дастарханға, тарелкаға қойып ұсына берсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай ыстықтай осылай сөлі ағып, шырыны мол болып, осындай жұмсақ болып піседі. Егер сіздерде құйрық май болмаса, сұйық майды қолдануға болады. Кәдімгі сұйық майдан 50-60 граммнан құйып жүресіздер. Осы әдіспен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қазір ортасын бөліп көрсетемін. Бөлген кезде де осындай шырыны мол болып, сочный, әдемі болып шығады. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер.